11 сыныбының сынып жетекшісі мен Бекенбай Дәулетжан талантылы. Өзімнің шәкірттеріме ақ жол тілегім келеді. Мектеп сабақ үйретеді, артынан сынаққа салады дейді. Өмір бірінші сабақ үйретеді, кейін сынаққа салады дейді. Осы өмірде тек алар белестерің көп болсын, тек биіктерден көріне беріңдер. Сәлеметсіздер ме? Бүгін 1 маусым күні соңғы қоңырау номер 140 гимназияның бүкіл түлектеріне болашақта тек қана жақсы оқу орнына түсуіне және грант иегері атануына тілектеспін. Бүгінгі өткен үлкен іс-шараға гимназиямыздың директоры Сәния Өскенбайқызына үлкен рахмет айтқым келеді. Сафура Сәлімбайқызына үлкен рахмет айтқым келеді. Бүкіл 11 сынып жетекшілеріне рахмет айтқым келеді. Және де үлкен алғысымды ата-аналар қауымына айтқым келеді. Барлық оқушыларымызға тек қана сәттілік тілеймін. Құрметті менің алтын шәкірттерім, 2020 жылдың түлектері, бүгінгі соңғы қоңырауларың құтты болсын балаларым. Алдарыңда үлкен белес күтіп тұр. Сол белестен сүрінбей, мүдірмей өтулеріңе шын жүректен тілектеспін. Айналайын алтындарым, ұбытыдан жақсы бал жинап, өздерің қалаған мамандықтың егесі болуларыңа шын жүректен тілек айтамын. Бақытты болыңдар балаларым. Құрметті ата-аналар, балаларым, бүгінгі міне соңғы қоңырау мерекесімен сіздерді құттықтаймын. Сіздерге ақ жол тілеймін. Ойлаған армандарыңыз орындала берсін. Жақсы бір өздеріңіз армандаған университеттеріңізге оқуға түсіңіздер. Алдағы сынақтан сүрінбей, өте жақсы бал жинауларыңызға тілектеспін. Ақ жол шәкірттерім. Құрметті ұстаздар, құрметті түлектер, құрметті ата-аналар, бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Құрметті ұстаздар, біздің балаларымызды біліммен сусындатқандарыңыз үшін, рухты тәрбие бергендеріңіз үшін, отанын, ұлтын сүюге тәрбиелегендеріңіз үшін сіздерге алғысымыз шексіз, бас иеміз. Құрметті түлектер, құрметті балаларымыз, сіздерге тек ақ жол тілейміз. Осы алдағы үлкен белестерден өтіп, биік-биік асуларды бағындыруларыңызға шын жүректен тілектеспін. Сезініп сенен көктемнің лебін, жайқалды міне еккен гүлдерін, аңсатар енді мектебім менің, саяңда сенің өткен күндерің. Соңғы қоңырау, сыңғырлап үнің, көңілде тұрау, арнамнан асып, толқындай тасып, төгілгенім-ау, аттанар сәтте төріңнен мынау, қимадым сені соңғы қоңырау, аттанар сәтте төріңнен мынау, қимадым сені соңғы қоңырау. Қызықпен талай думанды кешкен, шығарма сонау жолдарым естен, тақтаға жазған ұстаз тәлімін партада тыңдап үлгі алып өскен. Соңғы қоңырау, сыңғырлап үнің, көңілде тұрау, арнамнан асып, толқындай тасып, төгілгенім-ау, аттанар сәтте төрімнен мынау, қимадым сені соңғы қоңырау, аттанар сәтте төріңнен мынау, қимадым сені соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау, сыңғырлап үнің, көңілде тұрау, арнамнан асып, толқындай тасып. Соңғы қоңырау,
Саламатсыздар, құрметті қонақтар, ардақты ұстаздар. Қайырлы күн, аяулы ата-аналар, қымбатты оқушылар. Көптен күткен келдау ғажап күн мынау, барша шәкірт үшін ғажап күн бұлау. Шәкірттердің құрметіне дәл бүгін дабыл қағып сыңғырламақ қоңырау. Жақсылық пен ізгілікке үндейміз. Ұстаздарды шуақ шашар күндейміз. Бүгін айтып тілектерді толасыз, түлектерге талмас қанат тілейміз. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан, сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Дес бермеген талай бәйге додада, тәлім алған 140-тай ордада. Түлектерді тілеп ұшар ұядан, құрметпенен шақырайық ортаға. Бәрі де баласындай бір ананың, өз елі қазағының ұғаданын. Қызы ибалы ұлы ер шықты міне, 11-ші А сыныбының ұл қыздары. Сынып жетекшісі Бектенбай Дәулетжан Талантұлы. Аталмыш сыныптың алғырда белсенді түлектерінің құрамында республикалық ғылыми жоба жеңімпазы, алтын белгіге үміткер Дін Мұхаммед Жігер және алтын белгіге үкіл үміткерлер Апабек Исмаил, Рақымжан Тоғжан бар. Барша 11-ші А сынып оқушыларына сәттілік тілейміз. Алдарында сан тарау жолдары тұр. Күлемден мықты маман болғалы тұр. 11-ші Ә сынып ұл қыздары жаңа өмірге жолдама алғалы тұр. Сынып жетекшісі Дүйсенова Гүлзағира Қастайқызы. Аталмыш сыныптың алғырда белсенді түлектерінің құрамында республикалық ғылыми жобалар конкурсының жеңімпазы, алтын белгіге үміткер Кестаубаева Сымбар, алтын қыран ерекше дарын иесі атты республикалық олимпиаданың жүлдегері Теңерханова Айжан, елбасы медалі жобасының жүлдегерлері Оңғарбаева Аделя, Сембек Айсана. Нұрлы үмітін арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрметімізді көрсетіп, 11 быда шықты міне ортаға. Сынып жетекшісі Нұрқасымова Айжан Құсмылия қызы. Аталмыш сыныптың алғырда белсенді түлектерінің құрамында алтын белгіге үміткер Қайыржанова Ару, халықаралық күн шуақ конкурсының жеңімпазы Құрманбек Амина, жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылардың республикалық зерттеу жобалар конкурсының қалалық кезеңнің биология секциясы бойынша жүлдегері Кенесова Айман бар. Әрбір шәкірт гимназия ерегі, ұстаздары оларға әркез сенеді. Қол соғайық қошеметпен қанекей 11-ші В сыныбы келеді. Сынып жетекшісі Мырзабекова Ұлпан Оразбек қызы. Аталмыш сыныптың алғырда белсенді түлектерінің құрамында алтын белгіге үкіл үміткер, елбасы медалі жобасының қола медаль иегері Тимур қызы Аружан, халықаралық бойтұмар өнерлі балалар байқауының жеңімпазы Нысаналиева Дениза, ақш, Калифорния штаты, Лос-Анджелес қаласындағы жоғарғы оқу орнының грант иегері Исимова Нұргүл бар. Қошеметтеріңіз. Қошеметтерімізді аямайық. Туға hazır. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы енгізілсін. Қадам бос. Аманат туын тапсырушылар, 11-ші сынып түлектері, гимназия мақтаныштары, оқу озаттары, алтын белгі үміткерлері, Дін Мұхаммед Жігер, Рақымжан Тоғжан және Тимур қызы Аружан. Қазақстан Республикасының мемлекеттік киіміне орналсын.
болсын. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Бәрекелді.
Еркеназ бишілер ансамбліне қошеметтеріңіз. Құттықтау сөз кезегі мектеп басшысы, құрмет орденінің иегері Тілеубай Сания Өскенбайқызына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, қадірлі шәкірттерім және бүгінгі қоңыраудың қадірлі қонақтары. Құрметті ата-ана, жыл сайын соғылатын соңғы қоңырауға кім болмасын, бала оқытып отырған ата-ана асыға келетіні сөзсіз. Барлықтарыңызды, ұл қыздарыңыздың бір жасқа ер жетуімен, бой жетуімен, шын жүректен құттықтаймын. Құтты болсын. Бүгінгі соңғы қоңырау әсіресе 11-ші сыныптың оқушылары үшін ерекше. Айналайын, биылғы Мұқағали мектебінен ұшқалы тұрған 104 шәкірт, 104 тағдыр. Енді бір санаулы күндерден кейін сіздер нағыз қайнаған өмірдің ортасына енесіздер. Өмірдің өз ережесі бар. Өмірдің өз сыйы бар. Әрқайсыңыздың осы бір өмір сынақтарынан сүрінбей өтіп, Қазақстанымыздың нағыз ел тұтқасын ұстайтын азаматтары мен азаматшалары болуларыңызға барлық ұстаздар қауымы, ата-аналар қауымы шын жүректен сіздерге тілек қосады. Аман болыңдар, айналайындар. Алдарында сынақ тұр. Қазіргі ережеге байланысты біразың ұлттық бірыңғай тест тапсырып та қойдыңдар. Алдың 140 балдың 122-сін, 118-ін, 112-сін еңсеріп отырсыздар. Енді бір тағы да екінші белес тұр. Осы бір белесте бұдан да жоғары нәтиже көрсететіндеріңізге сенеміз. Сәт сапар айналайындар. Ата-ананың сенімін ақтай біліңіздер. Ата-ананың сіздер үкілеген үміттері сіздер. Ата-ананың ең бастысы жаннан табылып, ұстаздарыңызды ұмытпай, жыл аралатып, алтын ұя мектептеріңізге ат басын бұрып тұруды естен шығармаңыздар. 11-ші сыныптың сынып жетекшілері, сіздерге үлкен рахмет. Шәкірттеріңізбен бірге жүріп, талай қуанышты сәттерді бірге өткізгендеріңіз үшін, шыдамдылықтарыңыз үшін рахмет айтамын. Көп-көп рахмет сіздерге. Құрметті ата-аналар, бір жылда талай-талай тамаша өзгерістер болды, жаңалықтар болды. Әрине, оның ішінде реніштерге қатар болған сәттер басымыздан өтіп жатыр. 1-ші сыныптың ата-аналарын, барлықтарыңызды, қуаныштарыңыздың 1-ші сынып бітіруімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл қошемет сіздерге арналады. Араға жылдар салып, мына шәкірттер құсап, мектеп бітіру күніне 4 көзіңіз түгел аман есен жетулеріңізді тілеймін. Балаларыңыз жазғы демалыстар өте жақсы өткізсін. Және де 1-ші сыныпқа келген 281 шәкірттің ата-анасына, ұстаздар ұжыматынан үлкен рахмет. Бір жылғы кемеде ескегімізді бізбен бірге дұрыс есіп, жақсы ата-ана болғандарыңыз үшін рахмет сіздерге. Айналайын 9-ші сыныптың шәкірттері. Сіздер мемлекеттік емтихан тапсырасыздар. Өмірлеріңіздегі ең қымбат құжатты биыл аласыздар. Әрқайсыңызға осы бір сынақты 222-іңізге
аман есен 9-ды бітіріп 10 сыныпқа жақсы дайындықпен келіп, келесі жылы жақсы көңіл күйде алғашқы қоңырауда кездесуді Алла нәсіп етсін деймін. Араларымызда колледжге барамыз, мамандық аламыз деген шәкірттеріміз бар. Сәт сапар болсын балаларым. Қайда жүрсеңіздер де аман болыңыздар. Құрметті ата-ана, қадірлі шәкірт. Шәкірттің еңбегі ұстазбен бағаланады. Мұқағали мектебінің 156 ұстазын бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқайсыңызға отбасылық бақыт тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Дәріс беріп отырған шәкірттеріңіз биік-биік белестерді бағындыратын нағыз азаматтар болсын деп тілек қосамын. Құрметті ата-аналар, биылғы жылы сайлау болып өткенін барлықтарыңыз білесіздер. Шәкірттерім көріп жатыр, бізге қазір әдемі бір спорт тренажерларын құрып берді. Осыны құрып берген Алматы қаласы мәслихатының депутаты Сауранбаев Ералы Болатұлына барлық ұстаздар, ата-аналар, шәкірттер атынан үлкен алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Үлкен рахмет. Азамат ретінде сөзінде тұрып, мектепке өзіндік қол ұшын беріп жатқан азаматтардың қатарын осы тұрған әрбір шәкірт толықтырсын деген тілек айтамын. Құрметті ата-аналар, биылғы жылғы Мұқағали мектебінің ең үлкен жетістігі, жеңісі пандемияға дейінгі сәттерде бізде Олимпиада жүлдегерлері республикалық болды, Аллаға шүкір. Бірақ пандемиядан кейін кішкене үзіліп қалған болатын. Биылғы жылы шәкіртіміз 10 сынып оқушысы Ермекова Меруерт республикалық құқық пәнінен бірінші орынды жеңіп алды. Құттықтаймыз. Және осы қуанышқа бүгін Меруерттің әжесі арнайы келіп отыр. Жаңылсын әже, сізге, анасына өте үлкен рахмет айтамыз. Мына ұстаздар атынан сый құрметті қабыл алыңыз. Баланың жетістігі ата-ананың қолдауы бар жерде ғана өзінің армандары орындалып, биік-биік белестерді бағындырсын. Өзіңізден тек қуаныш жасы ғана шығатын болсын. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Бақытты болсын Меруертіміз. Меруерт қызымның өзі қайда екен? Меруерт қайда екен? Қошемет соғамыз. Таланттар академиясы, ұлттық құндылықтарды қолдау орталығы, Жаса жайна Қазақстан, ұлттық өнер білім жобасы аясында ұлттық құндылықтарымыздың жаңғыруына қосқан үлесі, рухани даму жолындағы ізденімпаздығы, еңбекқорлығы, жоғары сабақ үлгерімі, өнегелі тәрбиесі үшін Мақатаев атындағы нөмірі 140 гимназияның оқушысы Ермекова Меруерт Қазақстан болашағы төс белгісімен марапатталады. Меруерт айналайын, үлкен рахмет. Шәкірттің еңбегі ұстазбен қатар болғанда жанат. Шәкіртті осы үлкен додаға дайындаған
құқық пәнінің мұғалімі Дәурен Наурызбайұлын ортаға шақырамыз. Дәурен ағай, барсыз ба? Қол соғып, қошеметтеп қойыңыздар. Дәурен Наурызбайұлы, сізге үлкен рахмет. Сіз дайындаған шәкірттер ұлттық бірыңғай тестілеуде 40-тың 40 балын дүниежүзі тарихынан, құқықтан меңгеріп жүр. Сіз дайындаған шәкірттер Қазақстан тарихы пәнінен 25-тің 25-ін, 15-тің 15-ін игеріп жүрген шәкірттер. Сізді қалалық білім басқармасының құрмет грамотасымен және Таланттар академиясының алғыс хатымен және мектеп кәсіподақ ұйымының сыйақысымен марапаттаймыз. Көп рахмет сізге. Құтты болсын. Көп рахмет. Ұстаз бен шәкірттің үндестігі осылай үйлесімін таба берсін. Болашақта меруерт алтыным талай белестерді бағындырып, биіктерді бағындырып, аман есен мамаң мен әжеңнің бүкіл Қазақстанның үмітін ақтай бер алтыным. Көп рахмет. Осы бір қатарға тағы да Сафура Сәлімбай қызын шақырамын. Қошеметтеп қойыңыздар. Сафура Сәлімбай қызының шәкірті Қанипа Бітібаева атындағы Өскемен қаласында өткен қазақ тілі әдебиеті пәнінен республикалық жарыста бірінші орынды жеңіп алды. Сізге де Таланттар академиясының алғыс хаты және кәсіподақ ұйымынан сыйақы қабыл алыңыз. Сізге көп рахмет. Рахмет, қадірлі ұстаздарым, рахмет шәкіртім, рахмет құрметті атана. Әр уақытта әрбір атананың ұл қызы осындай биіктерден көріне беруге шын жүректен тілек қосамын. Рахмет. Таланттар академиясы ұлттық құндылықтарды қолдау орталығының грамотасымен Сымбат Спандияр қызы марапатталады. Құтты болсын. Таланттар академиясының грамотасымен Жәнібек Манарбек Мәмбетұлы марапатталады. Манарбек ағай бар ма екен? Бүгін бала фест болып жатыр қалада, ол кісі балаларымен сол жерде. Және Манарбек ағай биыл, осы жақында ғана, бір апта ғана бұрын мәдениет саласының үздігі төс белгісімен марапатталды. Құтты болсын дейміз. Мектептегі дебат жұмысын өзінің жастығына қарамай, өз деңгейінде жүргізген мектеп ұстазы Демжанова Гүлбану Берік қызы грамотамен марапатталады. Таланттар академиясының. Таланттар академиясының алғыс хатымен алғашқы әскери дайындық пәнінің ұстазы Базылжанов Ержан Сәрсен Қожаұлы марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Рахмет сізге. Таланттар академиясының грамотасымен бастауыш сынып мұғалімі, бастауыш сыныптардың оқу ісінің меңгерушісі Нұртаева Сәуле Зиятбек қызы марапатталады.
меруерт айналайын құтты болсын. Осы қатар жыл сайын. Қайырлы күн, қадірлі ағайын. Жаңа ғана республика көлемінде шәкіртіміз Ермекова Меруерттің өте жоғары жетістікке жеткеніне куә болып отырсыздар. Осы мектепке келген сәттен бастап ойымызда болған аңсар арманның бірі де сол болған. Мұқағали мектебінен республикалық олимпиадада бас жүлдені еншілейтін шәкіртті дайындап баптап шығарсақ деген. Сол ұстаз үміті, сол мектептің ой арманы жүзеге асқан жыл болды. Және шәкіртіміз республикалық олимпиаданың жай ғана бірінші орнын еншілеп қойған жоқ. Дәл сол олимпиаданың абсолюттік дәрежедегі жеңімпазы деп танылған болатын. Дәл осы жетістік Мұқағали мектебінің керуені тағы да жалғаса берсін. Біз өзі ұстаздар марапаттан гөрі парасат деген дүниені биік қоятын қауымбыз. Бүгін Сәния Өскенбайқызы өзіңіз бастап, қалалық білім басқармасының тарапынан ұстаз еңбегін бағалап жатқаныңызға көптен көп азамат ретінде алғысымды білдіргім келеді. Өзіңіз бастаған ұжымда қай уақытта болмасын ұстаз еңбегін ең биік дәрежеде бағалау мүмкіндігі болса, сіз дәл сол мүмкіндікті әр уақытта асыра орындап, жанашырлықпен, ұстазыңызға деген құрметпен және ұстаз еңбегін, шәкіртті қалай жұлдыздай жаға білсеңіз, әрбір Мұқағали мектебінің ұстаздарын да дәл сол жұлдыз секілді жарқыратып жаға білдіңіз. Бұл айтылған пікір жағымпаздық пікір емес, бұл өзіңізге деген жүрек жарды сөз. Ал келесі бір тілекті мен биылғы түлектерге бағыттағым келеді. Өйткені дәл осы бір алдағы өмірдің бір өзі бөлімдерден тұратын болса, өмірдің сол кіріспе бөлімін аяқтап, енді оқулық секілді оның негізгі бөліміне қадам басқалы жатсыздар. Растай алынған білім тасқа қаша жазғанмен бірдей дейді. Ендеше дәл осы Мұқағали мектебінің қабырғасында алған білім алдағы өмір жолдарыңызға жақсы мағынада әр уақытта ықпал ете берсін. Нағыз өмірдің толқындары соғатын жерде сіз бен біз, ұстаз бен шәкірт, қауышып, жолығып, егемен елдің ертеңіне бірігіп, үлес қоса берейік. Сәт сапар, Ақжол! Рахмет сізге, Дәурен Абысайұлы. Бүгін бір тосын сый болған күн болып тұр. Шынымды айтсам, сенерімде, сенбесімді де білмей тұрмын. Альфа Академиясы қаламыздағы керемет мектебімізге тосын сый ұсынғалы тұр. Альфа Академиясының менеджері Әлібек Іңкәр Батырхан қызы ортамызға келіп тұр, қошамет көрсетейік. Жалпы Альфа Академиясын білмейтіндеріңіз бүгін кіріп, интернетке кіріп, бұл өзі қандай академия деп қарап танысуларыңызға болады. Өте тамаша шәкірттерді баптап, үлкен өмірге дайындап отырған академияға үлкен сәттіліктер тілейміз. Құрметті Мұқағали Мақатаев атындағы 140 гимназиясының оқушылары, құрметті жиналған қауым, қонақтар, ата-аналар, ұстаздар және барша жиналған жұрт, сіздерді биылғы мектеп бітіру соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ендігі тілегім мектеп бітіруші түлектеріне арналғым келіп тұр. Сіздерге мектеп қабырғасынан аттап, үлкен өмірге қадам басып жатырсыздар. Алғашқы қадамдарыңыз құтты болсын. Үлкен өмірде ізгі, үлкен және ақ қадамдарға ұласа берсін. Үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Мен бүгінгі келіп жеткен негізгі миссиямды айта кетейін. Біздің Альфа Академиясының үлкен түлектері 140 шетелдік университеттерге грантқа түсіп отырған Қабдылманатова Айзере және Мұраубекұлы Баққонысты құттықтағым келіп тұр. Сіздерге үлкен алғысым шексіз. Және де осындай ізгі, үлкен, дарада білімді түлектерді еңбек етіп, баптап, жетілдірген сіздерге алғысым шексіз. Алғысымды негізгі сертификаттармен жеткізгім келіп отыр. Осындай ізгі, дарынды балаларыңызға арнайы сіздердің мектептеріңізге 1 миллион теңгелік сертификаттық грантты бергім келіп отыр. Қошеметтеріңіз! Білімге құйған күш, әрекет, еңбек, ақша барлығы өтеледі. Сіздерге үлкен
алғыс айтамыз. Үлкен қадамдарыңыз биік жетістіктерге ұласа берсін. Ой айналайын, іңкәр үлкен рахмет. Альфа Академиясының барлық басшыларына бізден жүрек жарды алғысымызды жеткізіңіз. Шынымен де тосын сый болды. Рахмет. Көп рахмет. Жетістіктен жетістікке жете беріңіздер. Марапаттарыңыз құтты болсын. Болсын алтындарым. Үлкен рахмет. Ендеше өздері айтып өтсе, қандай университеттерге түсіп отыр, қай жерге түсіп отыр? Енді қай елдерге дегенде біз яғни әлем бойынша барлық сапасы жоғары, яғни шетелдік оқу орны деп танылатын және де халықаралық стандарттармен мойындайтын универлердің көп бөлігіне бердік. Оның ішінде яғни Америкадан 20 университетке бердім, 12-сіне қабылдады скидкамен және де Дрексель университеті грантпен, жеңілдікпен. Сосын Сингапурға, Гонконгқа бердім. Гонконгтан 2 университет толық грантқа қабылдады. Гонконг University of Science and Technology және де Гонконг University. Және де содан басқа біз әртүрлі Европа елдеріне, яғни Европа елдеріне және де сол Канада, Ұлыбритания тағы басқа елдерге документ, яғни құжат тапсырдық университеттерге. Керемет, құтты болсын. Қол соғып қойайық. Мен осы Пахон сияқты көптеген әлемнің университеттеріне тапсырдым, көптеген жеңілдіктер алдым. Мысалға алсақ, США-дан, Сингапур, Турция, Швейцария және тағы да басқа көптеген әлемнің университеттеріне. Және соның ішінен мен Кипрді таңдайтын болдым, себебі өте жақсы қолжетімді жеңілдік беріп тұрды. Және университеттің өзі де керемет. Рахмет, Альфа Академия. Жақсы, үлкен рахмет. Сіздерге үлкен сәттілік тілеймін, сіздерге алғыс айтамын. Альфа Академиясының есігі сіздер үшін әрқашан ашық. Ал енді осы жерде тұрған 9-шы сыныптың оқушыларына, 10-шы сыныптың оқушыларына құлақтарыңызға алтын сырға дейін. Альфа Академиясына барып, дайындықтарыңызды нығайта беріңіздер. Іңкәр айналайын, үлкен рахмет. Айзере қызымызды, Баққоныз ұлымызды қошеметтеп қояйықшы, қол соғайық. Рахмет айналайындар. Көп рахмет, өте қуаныштымыз. Мұнан енді бір көтеріп қояйын енді. Жалпы бізде биыл шетелдік оқуларға түсіп жатқан оқушыларымыз өте көп. Бұл қатарды көп деп айтуға болады. Ізденген жетет, мұратқа дейік, талаптаныңдар, талпыныңдар айналайындар. Барлық мүмкіндік қазір тәуелсіз Қазақстанда бар. Тек соны жалқауланбай пайдалана білсеңіздер, өмір есігі сіздерге әдемі көріністермен ашық. Сәт сапар 11-ші сынып түлектері, бақытты болыңыздар. Құрметіне танымал әнші, актер, мектебіміздің жанашыр ата-анасы Байлин Әзімбек ағамыздың ән шашуын қабыл алыңыздар. Қошеметтеріңіз. Ассаламағалейкум, баршаңызға қымбатты ұстаздар, аяулы ата-аналар және де шәкірттер. Бүгінгі мен өз басым осы мектептің жалпы ата-анасы болғаныма шын жүректен қуаныштымын. Және де басқа да ата-аналар осындай мен секілді қуаныштың үстінде деп ойлаймын. Қымбатты ардақты ағайын, өмір деген бәйге. Бәйгеде кім жүйрік, сол озады. Алуан жүйрік бар, әліне қарай шабат дейді. Бүгін мінекей сіздердің барлықтарыңыз батты отқан мінекей ұстаздарыңыз отыр. Және де өмірдің үлкен бәйгесіне аттағалы тұрған 11-ші сынып оқушылары сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің бәйгелеріңіз енді басталады. Аламанға қосылып жатсыздар. Олай болмаса мықты жүйрік болыңыздар деген тілек білдіремін. Дәл осы тілектен кейін Арғымақ деген әнімді орындап берейін, рухтанып, шабыттанып отырыңыздар. Мархабат. Білегімен жүрегін
қатар ұстаған, ар намысын жалаудай желбіреткен қазақтың нар тұлға ұл-қыздары, аман болыңыздар! Құлайын жұлқынып, тай болып ұлқынып, тұпыршып түрәне бәйгеге ұмтылып қамшысын соққылап, шаңбурап, шапқылап, арғымақ келеді айғайға қаттырақ рухыңа жаңғырған буданы жандырған қазақтың тұлпары даланы шаңғырған қоя тұр басқанды шаруа бос қалды ал халқым қайдасың аламан басталды бәйгенің дәмін татқым келеді жұлдызды жанып аққым келеді тұлпарға мініп шапқым келеді арғымақтардың талдырып белін атқа қоныңдар ал жігіттерім шабындырған естей гүліктерім Жылқымен тілдескен, жылқымен бір өскен намысы қазақтың бәйгемен үндескен сөз қонған бабасы тоңшарған баласы дүбірмен рустанған қазақтың даласы бәйгенің дәмін татқым келеді жұлдызды жанып аққым келеді тұлпарға мініп шапқым келеді арғымақтардың талдырып белін атқа қоныңдар ал жігіттерім шабындырған естей гүліктерім шапқан егей жүз қырықтың оқушылары қайда айқай-шу бар ма қолдар шырақтың басын басқан шыра бәйгенің дәмін татқым келеді жұлдызды жанып аққым келеді тұлпарға мініп шапқым келеді арғымақтардың талдырып белін атқа қоныңдар ал жігіттерім шабындырған естей гүліктерім Көп рахмет. Бауырларыңызға керемет серпін бердіңіз. Ал арғымаққа шабаңыз балаларым. Сәт сапар. Рахмет айналайын. Гимназия түзел тік тұр туға назар Қазақстан Республикасының туы тапсырылсын Аманат туын қабылдаушылар 10-шы сынып оқушылары республикалық сайыстардың физика пәні бойынша жүлдегері Алтынбек Кенже республикалық құқық пәні бойынша олимпиада жеңімпазы Ермекова Меруерт халықаралық би байқауларының жеңімпазы Молдабаева Альмира. Біз Қазақстан Республикасы мемлекет туын аманаттай отырып, сіздерге толық табыс тілейміз. Біз 10-шы сынып оқушылары сіздерден қастерлі аманатты қабылдай отырып, бізге артқан сенімдеріңізді ақтауға, мемлекетімізді гүлдендіруге, дамытуға негіз болатын ғылыми жетістіктерін кеңінен игерген саналы ұрпақ болып шығуға, гимназиямыздың мәртебесін биіктетіп, жоғарғы деңгейге көтеруге өз үлесімізді қосамыз деп сеніммен ант береміз. Алға бұрыл, алға қадам бас. Алға қадам бас.
Еркін тұр. Бүгін алғашқы қоңырау мен соңғы қоңыраудың арасын жалғаған 11 жылды мәреге жеткен күні. Олай болса, келесі кезекте өз уақытын аямай, шәкіртінің уақытын аялай білген аяулы ұстаздарымызға арналған бір тамаша ән тыңдасақ. Қошеметтеріңіз. Айналайын, Исмайыл, Ару, Аружан, Сымбат, Жігер, Тоғжан, алтауыңыз да алтын белгіге биыл үміткерсіздер. Сәттілік сіздерге. Естігенде дамылатын қасыңнан, көңілі бір қызғалдақтай ашылған. Көріспесек сағыныштан жететін, кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Жарылсын, үстем болсын мейір, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Туғанда арманыма ұқсатқанмын, өлгіңді көңіліме қызғатқанмын. Есімде әлі менің жаппет қызым, ең алғаш қолға қалам ұстатқаным. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырық. Ұстазым менің ұстазым, білімдерін толтырдық біз кеудеге, қателікте болды бізде кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көктедің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көктедің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнет тұра жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көктедің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көктедің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан атанадан баталады. Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін ортаға шақырайық атананы. Сөз кезегі Алматы қаласының қадірлі азаматы, бала дәрігері, хирург, жанашыр атана Розуддинов Дінмұхамед Бексаутұлына беріледі. Құрметті ата-аналар, бала дәрігері деп тұр, я? Осы мектептің қай баласының басы ауырып балтыр сыздаса, біз осы кісіні табамыз.
Рахмет сізге. Аман болыңыз. Құрметті Сания Өскенбайқызы, ұстаздар қауымы, бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі баршамызға құтты болсын. Біз осы биылғы бітіріп жатқан түлектердің ата-анасы баршамыз 11 жыл бойы балдарымыздың осы Мұқағали Мақатаев атындағы 140-ші гимназияны бітіріп жатқанымызға өте қуаныштымыз, ризамыз. Білім мен тәрбие беріп, отанды, тілді, сүюді үйреткен, тәуелсіздігімізді құрметтеуді талмай үйреткен ұстаздарымызға мыңда бір алғыс. Сания Өскенбайқызы, алар асуларыңыз бен мәртебелеріңіз әрдайым биіктей берсін, еңбектеріңіз жансын. Мерейлеріңіз, еңбектеріңізге сай еленіп тек қана биіктен көріне беріңіздер. Біз соған тілектеспіз. Ата-аналар атынан, тағда өз атымнан сіздерге басым дейіп тілек білдірем, алғыс айтамын сіздерге. Енді рұқсат болса бір бата беріп жіберсем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаратқан құдірет, мал бастарымызды аман ет. Басымызға бер бақыт, асымызға бер берекет. Өмір жасымызды ұзақ ет, бақынаттан аман ет. Ұрпақтарымызды асыл ет. Ақ жол тілейміз сіздерге. Мен тек қана мынау студент болып, бәлдеріңізге мынау 104 түлек деп айтып жатыр ғой. 100 түлекіңізге жоғары оқудың студенті болуға тілектеспін. Мен Аллах бар. Үлкен рахмет берген ақпатаңызды Алла қабыл етсін. Келесі кезекті аяулы мектебімен қоштасып, жаңа өмір жолына қадам басқалы тұрған түлектердің сынып жетекшілерінің ән шашуына берсек, қабыл алыңыздар. Қарсы алыңыздар, ортада 11-ші сынып жетекшілері. Шәкірт болған, о
Келесі кезекте ізбасарларınız birinci sınıf оқушыларының жыр шашуларын қабыл алыңыздар. Sınıf оқушыларының жыр шашуларын қабыл алыңыздар. Қошеметтеп қояйық. Ұстаздардың жаны нұр, шаттық күйін бөліскен, аяқталды тағы бір оқу жылы жеміспен. Ұлылықты ардақ тұтар үнемі, алтын ұя ақ босаға киелі, қанат қаққан білім алып өзінен, күллі шәкірт саған басын иеді. Жас түлектер қақты бүгін қанатын, сөйлелік күн жүрекке от жағатын, кім ұтар қоңыраудың сыңғырын, жүрегіне мәңгі ұялап қалатын. Мойыт басын қиындықтар сіздерді, батылдықпен асыңыздар сан белді, білім менен қуансаңыз мектепті, жақсы іспен қуантыңыз енді елді. Талаптың мініп алып бірағына, білімнің май тамызып шырағына, алдынан ақыл сара есік ашып, жету мақсат іздеген мұратыма. Соғылсын қоңырау соғылсын, сыңғырлы мәңгілік сыңғырлы, толқыған жүректер тоғысын, толтырып бір ана бір жырға. Шаттықтан үндей мәңгілік, соғылсын қоңырау соғылсын, қуаныш әндей жанғып, жүректе ақнолға соғылсын. Қоңырау сыңғырлы асыға, үн қосқан қиядан асуға, білім ал еңбеге жас түлек, өрлеңіз биікшің басына. Жарайсыздар балапандарым, жас бүлдіршіндерге қол соқпайыңыздар. Үлкен рахмет. Биылғы түлектерге әліппе ұстатқан, әріп танытқан алғашқы ұстаздары Айгүл Елжасқызы шәкіртімен музыкалық сәлем жолдайды. Қошеметтеріңіз.
сай білсең ризаман. Лайықты боп қазақ деген ұлатқа, мойымаса қиындық қасынаққа. Қазақ елі тек білімді ұрпақпен, жер алады биік мақсат мұратқа. Қазақ елі тек білімді ұрпақпен, жер алады биік мақсат мұратқа. Лайықты боп қазақ деген ұлатқа, мойымаса қиындық қасынаққа. Қазақ елі тек білімді ұрпақпен, жер алады биік мақсат мұратқа. Қазақ елі тек білімді ұрпақпен, жер алады биік мақсат мұратқа. Айгүл Елжас қызы мен оның шәкірттеріне үлкен рахмет. Қошеметтеп қойыңыздар. Бұл күн мектебім, ұстазым деп қимас сезім кешкен күн. Бұл күн әжен ақ жол тілеп, атан ақ бата берген күн. Бұл күн атанан қызым бой жетті, ұлым ер жетті деп шаттанған күн. Бұл күн ұстазының жанында шәкірт болып соңғы рет қауышқан күн. Бұл күн арман қуып алысқа аттанған күн. Бұл күн жаңа өмір басталған күн. Мінекей, осы ерекше күннің куәсі болар. Толқыныс пен тебіреніске толы сәтке де келіп жеттік. Ендеше, кезекті бітіруші түлектеріміздің мың бұралған бие қоштасу уәсіне берсек, қабыл алыңыздар. Жаяуын әсем қосылған кезде, қарсы алдымнан сен табылдың лезде. Билеуде бәрі қалмайық қалыс, ортада тағы билейік вальс.
Құрметті бірінші сынып шәкірттері. Қоштасу вальсы, соңғы қоңырау үні. Ортамызды күміс қоңыраудың сырлы сыңғырмен толтыратын алтын белгіге үміткер Дін Мұхаммед Жігер мен бірінші сынып оқушысы Талғат Амина Талғарқызы. Ортамызды күміс қоңыраудың сырлы сыңғырмен толтыратын алтын белгіге үміткер Дін Мұхаммед Жігер мен бірінші сынып оқушысы Талғат Амина Талғарқызы. Gimnaziya tuzun tüktür. Tuğa nazar. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы шығарылсын. Әр жыл сайын түлектерін түлеткен, айналайын мектеп деген жүректен. Алғыс айтып бас иеміз әрдайым, тәлім берген ұстаздарға құрметпен. Осымен біздің салтанатты жиынымыз өз мәресіне жетті. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Бағындырар белестеріңіз, асар асуларыңыз көп болсын. Қош, сау болыңыздар. Құрметті мектеп түлектері, сіздер сыртта дебілеп суретке түсіңіздер. Құрметті 11-ші сыныптың ата-аналары, сіздерді ата-аналар жиналысында мәжіліс залында күтеміз. Құрметті 1-ші сыныптың ата-аналары, жазғы демалыстарыңыз тамаша өтсін. Жақсы көңіл күймен қыркүйекте жүздесуді Алла барлығымызға нәсіп етсін.